мазхабты қорғау дінді қорғау негізі. Үлкен осы ғұламалардың сөзін айтып отқан. Мазхаб не үшін? Жақсылап түсініп алуымыз керек. Бұл пайғамбар салам хадисін қуаттау деген сөз. Мазхабты кейбір сол діда мүшелері ойлауы мүмкін, бұл діннен емес. Оңтүстіктегі өзбек тілді жастарды адастырып жүргендердің бірі Зофир Ғаффоров. Өзбекстан Республикасы Самарқанд облысында дүниеге келген. Әлеуметтік желіде Абдуллох Зуфар лақабатымен танымал. 17 жасында Мысырға білім алуға барып, жерлесі Содик Самаркандимен танысады. Қазір Самарканди Стамбулда заңсыз медресе ашып, ал Зуфар Каирдағы марказдар арқылы жастарды арбап жатыр. Деструктивті діни ағымның қос идеологы осылайша халықаралық террористік ұйымдарды тірі тауармен қамтамасыз етуде. Өзбекстан Республикасының билігі бұл екеуін айыптап халықаралық іздеу жариялады. Адамды бұзу үшін, немесе адам болмау үшін мағына жағынан оның діні болмау керек дейді. Оның ұлты болмау керек, оның тілі болмау керек, оның тарихы болмау керек, оның жері болмау керек, оның дәстүрі болмау керек. Это этаппен жасайды дейді. Дінге, ұлтқа шабуыл бірден